Сәлем достар, есімім Гүлдана Жанәліқызы. Бүгінгі айтатыным антибиотик қабылдау кезіндегі негізгі 5 қателік. Ең бірінші қателігіміз алдындағы дәрігер жазып берген антибиотикті осы жолда да көмектесер деген ниетпен сол антибиотикті қабылдау. Екінші бір қателік, дәрігеріңіз антибиотик жазып береді, сол дәріні екінші, үшінші күні жағдайыңыз жақсарғаннан кейін дәріні өз бетінше қабылдамай қою. Бұл несімен қауіпті? Сіз дәріні қабылдайсыз, бактериялар өздігінше әлсіздене бастайды. Сіз дәріні алып тастағаннан кейін бұл бактерия екінші немесе үшінші кезінде ауыр асқынулармен келуі мүмкін. Ол болмаса буын ауруларына, жүрек ауруларына, болмаса жаңағы инфекция қайтадан сізге ауыр түрде келуі мүмкін. Үшінші бір қателік, бұл антибиотикті қабылдау кезінде біреуінің іші ауруы болуы мүмкін, болмаса сіздің көршіңіз жоқ, сіз бұл дәріні қабылдамай қой, мен осы дәріні ішкен кезде сол маған көмектескен деген ниетпен айту. Бұл өте қате пікір, себебі дәрігер бұл аурудың қоздырғышына сай сізге дәрі жазып береді. Сіздің салмағыңызға, бойыңызға сай біреудің кеңесі арқылы антибиотик қабылдау. Төртінші бір қателік, антибиотик қабылдау кезіндегі бұл алкогольді өнімдермен бірге қабылдау, сүтпен ішу, шырындармен қабылдау, болмаса тағы да бір таблеткалармен қосымша қабылдау. Егер де бұлай ішетін болса, алкогольмен ішетін болса, тіпті летальный исход болуы мүмкін. Ал кейбір дәрілермен, болмаса сүт өнімдермен ішетін болсаңыз, бұл дәрінің сіңімділігін төмендетеді. Бесінші бір қателік, бұл вирустық инфекция кезінде антибиотиктарды қабылдау. Не үшін біз анализ тапсыр деп айтамыз? Себебі сіз егерде вирустық инфекция кезінде антибиотик қабылдайтын болсаңыз, бұл ішектің флорасын бұзып, иммунитеттің төмендеуіне алып келеді. Сол үшін ең бірінші антибиотикті қабылдамас бұрын дәрігерге қаралу керек. Себебі антибиотик бұл өте бір күшті дәрі болып табылады. Сол үшін ең бірінші дәрігердің қабылдауына келіңіздер. Ауырмай сау болыңыз.